Құрметті достар, бүгін оюлы құрақ көрпе тақырыбындағы үшінші сабақты бастаймыз. Бізде бірінші сабақ жалпы кескіндемесі, екінші сабақ оюларды, ақ түсті оюды көк түсті оюға жабыстыру тәсілі. Үшіншісі енді осы оюлардың шет-шетін бекітіп, көк матаға бекітіп тігу үшін арнаймыз. Енді қараңыздар, бізде екі түрлі ою бар. Ол бірінші сырты жабысқан ішіне, және де екіншісі оюдың ішкі жағын көк түсті матаның үстіне жабыстырғанбыз. Екі жағдайда да бізге көк мата емес, ақ матаның үстінен жүріп өту керек, өйткені оюымыз ақ матадан қиылған. Сондықтан бізге тура осы матаның түсімен түстес ақ түсті жіп таңдаймыз біріншіден. Кейбір кісілер сұрап жатады, бұны тігу міндетті ме, тікпесе қалай болады деп. Бұны тігу менің ойымша міндетті, өйткені бұл уақытша тұрғанымен, дегенмен бұл көрпе болғаннан кейін ол төселеді жерге, оның үстіне отырасыз, тұрасыз, анда-мында тасисыз, үйкелейсіз, бірдеңе төгесіз, жуасыз дегендей. Сондықтан міндетті түрде крей, бұны егер ашатын болса былай, бұл крей ашылып қалады негізінде, қатты егер тататын болса. Сондықтан тігу керек міндетті түрде. Енді бұны қалай тігеміз? Көп кісілер сосын тағы да сұрайтыны, мен міндетті түрде зигзагтап тігу керек па, зигзаг машинкам жоқ деген тақырыпта. Соны қазір қарастырып көреміз. Негізінде велюр мата сөгітілмейді мүлде. Көрдіңіздер ғой, ешқандай жіптер, ештеңесі шықпайды. Сондықтан бұны егерде тіпті зигзаг жоқ болып жатса, кәдімгідей тік-тігіспен шетінен 1-2 мм қалдырып тігіп шығуға болады деп ойлаймын. Енді оны да тәжірибе ретінде жасап көруге болады. Міне қараңыздар, қазір бірінші нұсқаны көрсетіп кетейін. Ол егерде бізде мүлде зигзаг машинамыз жоқ болса, зигзаг тігетін машинкаңыз жоқ болса, егерде тек қана мынандай бір тігісті, тік тігісті ғана тігетін машинкаңыз болса, онда оюдың шетін тек қана тік тігіспен жүргізіп өтуге болады. Өйткені бізде бұл мата мүлде сөгітілмейді шеті. Ол үшін негізінде тік жермен жүру оңай, бірақ та кішкене ерелек жерлермен жүрген кезде кішкене тігу қиындау болады тік тігіспен. Сондықтан ең дұрысы шақ дейді ғой, тігістің қадамын ең кішкентайға 1,5 миллиметрға қойсаңыздар, сол дұрысырақ болады. Қазір мына жерде мен жарығын сөндіріп тастайын. Енді жақсы көрініп тұр деп ойлаймын. Міне қоямыз. Сосын шетінен тігіп бастаймыз. Тіккен кезде асықпаймыз, ең бірінші тігіп бастаған кезінде. Егер шақты аз алсаңыздар, инені тура оюдың қиылыстар бар ғой, ойындылары бойынша жүргізу оңай болады. Тура осылайынан 1-2 мм қалдырып, өте әдемілеп тіксеңіздер болады. Ең бастысы бұл жерде тігістің қадамын аз алу керек. 1,5, енді максимум 2 мм алуға да болады негізінде. Міне осылай. Асықпай тігіп шықсаңыздар. Немесе бұл жерге тесма қолдануға да болады. Кейбіреулер тесма қолданып жатады. Бірақ та енді ол меніңше енді
жақсы келетін кесма таңдамаса, әдеттегі кесмаларды пайдалану енді маған өзіме қатты ұнай қоймайды. Мен өзім қолданбас едім. Ал егер сізге ұнап жатып қолданғыңыз келсе, болады. Осылайына тігіп шығу керек. Жаңа сіздерге оюдың шетін тік-тікіспен тігуді көрсеттім. Ендігі кезекте, егер де сізде зигзаг машинка болатын болса, тік-тікіспен мүлде тіккіңіз келмесе, именно зигзагпен тіккіңіз келетін болса, сіздерге сол тәсілді көрсетейін. Енді көбінесе көп адамдарда бытовой машинка бар деп ойлаймын. Сондықтан бытовой машинамен көрсетіп жатырмын. Мен зигзагпен тіккен кезде, ол бізде С деген, зигзаг, қараңыздар, біз С деген әріпті точкаға алып келуіміз керек, бұрап. Қойдық С-ға, А дегеніміз, ол бізде тік-тігіс болса, С деген зигзаг С-ға қойдық. Содан кейін, ол зигзагтың бізде жуандығы болады, 1 миллиметр, қараңыздар, 2 миллиметр, 3 миллиметр, 4-5 миллиметрге дейін бар, менде кейбірлерінде 7 миллиметрге дейін болады. Осыны сіздер үшке қою керек, бұл зигзагтың жуандығы. Енді зигзагтың қадамы деген болады. Ол бізде мынау бұрандамен кейбірлерінде жылжытатын болады, әркімде әрқалай, бірақ та барлығының жалпы принципі бірдей. Міне, С-ға қойдыңыздар, жуандығын үшке қойдыңыздар, және де мынандай ирелек болып көрсетіліп тұрады. Осы жерге үшке қоясыздар, және де мынандай қадамы дейді, бұл аттайтын қадамның өлшемі, ол бізде 0-дан бастап менде 4-ке дейін бар, және де S деген ол трикотажный бізде. Мен соны 0-ден 1-ге қарай жылжытамын. 1-де тұрмын, точкаға жердеті 1-ге қойдық. Енді тура осы тігіспен қазір сіздерге зигзагты қалай тігу керектігін көрсетемін. Сосын тағда ерекше мән беріп айтып кететін нәрсе, ол үстіңгі жіптің тартылуы, жіп мына жерде келіп, мына жерде тартылыс машинка өзі тұрақты түрде жіберіп жіпті немесе тартып ұстап тұрады. Соны натяжение нити дейтін, жіптің тартылуы деп атайды. Осы және де астыңғы жақтағы шпульканың дұрыс тартылуы, жіпті мына жерде бізге келген кезде жіпті дұрыс тартып тұрады, мысалы бір белгілі бір деңгейде, соның дұрыс настройкада болуы өте маңызды. Өйткені егер де сіздерде қатты тартылып тұратын болса, зигзагты тіккен кезде машинка жіпті, матамызды бүріп тартып тастайды, сосын тігісіміз әдемі шықпайды. Ал егер де үстіңгі және де астыңғы натяжение дұрыс болса, сіздер матаның астына ешқандай флизелин, дублерин салмай тіге берсеңіздер болады. Ал егер де настройкасын дұрыс жасай алмай машинкаңыздың дегенмен тартып тұратын болса, матаны тіккен кезде өз белгілі болады, машинка қатты тартып, матаңыз бүрісіп қалады. Сондай болатын болса, егер де астарына, оюдың астарына флизелин жабыстырып алған дұрыс болады. Сол кезде мата қап-қатты болып тұрады да, ол да тартып жіпті өзіне қарай. Сосын машинканың тігісі реттеледі сол кезде. Қазір менде машинкамның барлық настройкасы дұрыс болып тұр, жақсы тігіп тұр, сондықтан мен астына ешқандай флизелин жабыстырып жатқан жоқпын. Мені реттеп көріңіздер, сосын астыңғы жағында шпульканы, енді біреуде шпулька, менде мынандай жоғары жақта тұратын шпулька, сондықтан енді әркімде әрқалай өздеріңіз настройкасын қарап реттеп көресіздер, және де ол тек қана бұл жердегі настройкаға емес, сонымен қатар жіпке де байланысты болуы мүмкін. Менде кәдімгі ең қарапайым жіпті пайдаланып жатырмын, 40-лық жіп, 40S2 деген жіп.
егер де мысалы жіңішке жіп, вышивкаға арналған жіп болатын болса, сіздердің ана нәтижесін тағы да ол жіңішке болғандықтан тағы да үлкейтуге немесе кішірейтуге тура келеді. Сондықтан сол жіптеріңізге де қараңыздар, жіпті ауыстырып көріңіздер. Сосын сол бойынша енді жұмыс жасап, әркім өзінің машинкасы бірдей, тура осындай машинка болса да басқа кісіде оның настройкасы әртүрлі болуы мүмкін. Сондықтан өздеріңіз машинкамен жақсылап танысып, олай-бұлай ойнап, настройкаласын түрліге қойып көріңіздер. Сосын өздеріңізге ыңғайлы золотая серединаны тауып аласыздар, сол бойынша тіге бересіздер. Сосын бір тауып алсаңыздар, өзі ол, сосын үйреніп аласыздар, сол тігіске тура сондай қылдырып тіге бересіздер барлығын. Қазір менде жақсы тұр, барлығы жақсы тігеді машинкам, сондықтан мен фрезелин ештеңе жабыстырмаймын, тек қана осылай тіге беремін. Қазір егерде настройкасын дұрыстай алмай жатқан жандар болатын болса, ол кісілерге арнайы фрезелинді астарына қалай жабыстыру керек, соны көрсетіп кетемін қосымша. Машинканың настройкасын жалпы көрсеттім. Енді бізде назар аударатын нәрсе ол машинаның лапкасы. Міне мен зигзагпен тіккен кезде осындай лапкамен тігемін. Бұл жерден барлығы астындағы бүкіл нелер көрініп тұрады. Лапканың астында не тұрғаны, қай жерге бұрылу керек, қай жерде тігу керек, барлығы көрініп тұрады. Сондықтан зигзагтап тіккенге өте ыңғайлы. Егер осындай лапкаларыңыз болса, осындай қолданыңыздар, немесе мына жері ашық лапкалар болады, темір. Арасында мына жері бәрі ашық тұратын көрініп, сондайды қолдансаңыздар болады. Қазір бұны орнатып қояйық. Сонымен зигзагтап тігуге кірісейік. Енді зигзагтап тікпес бұрын оюдың бұрыштарынан көріп, мынандай кез келген ортаңғы жағынан бастағанды жөн көремін. Енді әркім әрқалай, өздеріңіз білесіздер. Содан кейін мен инем қай жерден кіріп тұр, қай жерден шығып жатыр, мен сол жағын реттеп қарап аламын, қалай ыңғайлы болатын. Алдын ала қолмен жүргізіп машинканы. Мен осылай жақсы екен, тура осы лапканы мен ориентация жасап алдым. Енді бірінші зигзагты бастамас бұрын закрепка жасап аламыз. Ол үшін бізге С деген әрпімізді жаңағы А дегенге қоямыз. Болды, басқа ештеңесін өзгертпейміз. Ой, қазір. Байқаңыздар, инелеріңізді сындырып алып жүрмеңіздер. Ине міндетті түрде жоғарыда тұру керек, өйткені мені қозғалтқан сайын бізде инеміз қозғалады, иә. Міне қазір тік-тік-тікіске ауысты. Қазір осы жерге мен бірінші закрепка жасап аламын. Ол закрепка тігістің сөгітіліп кетпесі үшін өте жақсы әсер етеді. Міне алдыға бір-екі шақ, артқа бір-екі шақ жасадым. Енді С деген тігіске ауыстым. Енді осы жерден тігуге кірісеміз. Бұл енді қаттанда жиі тігіс емес, сондықтан өте жеңіл тігіс. Бізде ең басты бұл жердегі шарт машинка тіккен кезде инеміз тура ақ матаның шетіне түсіп отыру керек. Және де үстінен, шетіне, үстінен. Ал егерде тек мына жаққа қарай ауысып кетсе, кішкене шығып, немесе көк матаға қарай кетіп қалса тігісіміз, онда әдемі болмай қалады. Ең басты әдемі болып шығу үшін басты принцип тек қана осы ақ матаның жиегінен ғана жүріп өтуіміз керек. Жай-жайлап бұрамыз матамызды. Керек кезде қолмен көмектесеміз. Жай-жайлап біріп отырамыз. Зигзаг тіккен кезде ең бастысы бастапқыдан асықпаңыздар. Асықпай тігіп бастасаңыздар, өзі қолдарыңызда үйренеді. Түсінесіздер, жалпы қалай тігілетінін сезініп бастайсыздар. Сол кезде тез-тезден жылдамдықты қосуға болады.
және қазір мынау лапканың прозрачный бізге арт жағында қай жерден тігу керек, қай жерде тоқтау керек, қай жерде бұрылу керек, барлығы сезініп отырасыз да, өйткені көрініп тұр менде астында қазір. Матамды мен анық көріп отырмын, тігісімнің қай жерден жүріп жатқанын көріп отырмын. Егер де әдеттегі лапка болса, ол астындағы көрінбейді ғой бізде. Сондықтан дұрыс сезіне алмай қаламыз да, қай жерден бұрылу керек екенін, қай жерде тоқтау керек екенін, басқа жаққа тігіп кетуіміз мүмкін. Сондықтан лапкаларыңызды реттеп алыңыздар бірінші кезекте. Екінші кезекте настройкасын жөндеп алыңыздар. Машинаңыздың жіптерінің тартылысын реттеңіздер. Егер жақсы тартылыста тігетін болса, машинкаңыз сіз флизелинсіз тіге бересіз. Ол сіздің уақытыңызды үнемдейді біріншіден, екіншіден жұмысыңыз жеңілдейді. Оның бәрі қаншама уақыт, өйткені флизелин жапсырып отырудың өзі. Жалпы мен осы зигзагпен тігуді, жалпы қай жерде бұрылу керек, қалай бұрылу керек, соның барлығын, бұрыш-бұрыштардың барын қалай тігу керек, сол туралы жақсылап бір мастер-класс түсіріп қойғанмын, ютубқа видео салып қойғанмын. Соның қазір жоғары жаққа сілтемесін тастап кетемін. Содан анықтап көріп алсаңыздар болады. Қазір мен жалпы қандай тігіспен тігуге болады, неге олай тігу керек, сосын жаңағы машинканың настройкасы туралы жалпы түсініктеме қалдырып кеттім. Бүгінгі негізгі мақсатым. Ал менде зигзагпен тігу туралы сабақ түсірілген болғандықтан сол жерден көрсеңіздер болады. Қазір осы кішкене тігіп тастайын, сосын сіздерге түсіндіремін. Міне мынау бізде бірінші нұсқада тігілген ою шет-шеті тік тігіспен тіктік. Жалпы көрінісі осындай. Ал мына жерде екінші нұсқа бойынша машинкада зигзаг тігіспен тіктік. Жалпы тігіс осындай болып көрінеді. Мына жерде бізде тігілмеген жерлері, мынау тіккен жерлеріміз. Тіккен кезде бұрыштарының, мына жердегі бұрыштарды әдемі тігу өте маңызды. Сол жерлерге көп көңіл бөліңіздер. Жалпы көрінісі осы.